Сәлем достар, каналға тіркеліп, лүпіл басып, қазақ тілді арналарды қолдап жүрейік. Мұхтар Шаханов. 1942 жылы 2 шілдеде оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданы Шілік ауылында дүниеге келген. 7 жылдық мектепті бітірген соң трактордың тіркеушісі, облыстық оңтүстік Қазақстан газетінде корректор, әдеби қызметкер, Лениншіл жас газетінде оңтүстік облыстар бойынша меншікті тілші. Қазақстан жазушылар одағы басқармасының хатшысы, республикалық жалын журналының бас редакторы, тағы басқа қызметтер атқарды. КСРО халық депутаты, КСРО жоғарғы кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасы халық депутаты болды. 1993-тен 2003-ке дейін жылдары Қазақстан Республикасының Қырғыз Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі қызметінде болды. 2003-тен 2004-ке дейін жылдары Жалын журналының бас редакторы, әлем ойшылдарының басын біріктіретін 21 ғасыр және Руханият атты халықаралық элита клубының президенті. 2004 жылы Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты болды. Көптеген өлең кітаптарының және халық арасына кең тараған бірқатар әндердің авторы. Балладалары мен поэмалары дүние жүзі халықтарының 20-дан астам тілдеріне аударылған. Махаббат заңы, сенім патшалығы, Сократты еске алу түні атты драмалары республикамызда және шетел театрларында қойылған. Ш. Айтматовпен бірлесіп жазған «Құз басындағы аңшының зары» атты эссе кітабы мен Сократты еске алу түні драмасы көптеген тілдерге аударылған. Шыңғыс ханның пенделік құпиясы драмалық туындысы негізінде Украинаның Давженко атындағы киностудиясы 2 сериялы телефильм шығарды. Уақыт бедерлері, Зерде кітабы атты жинақтары орыс тілінде шықты. Қырғыз Республикасының халық ақыны 1994, Қазақстан Республикасының халық жазушысы 1996, БΟ Қоршаған орта бағдарламасы сыйлығының, Қазақстан және бүкіл одақтық Ленин комсомолы сыйлықтарының, Түрік Республикасының түрік дүниесіне қызметі үшін халықаралық сыйлығының және Қырғыз Республикасы халықаралық Руханият түрік дүниесі жазушылар бірлестігінің Шахрияр, ЮНЕСКОның Борукер клубы сыйлықтарының иегері. 2002 жылы жазагер жады космо формуласы шығармасы үшін Калифорния ғылым, индустрия, білім және өнер академиясының А. Эйнштейн атындағы алтын медалі. Түркияның Гебзе қаласында түркі тілдес халықтар арасындағы ең үздік әлем ақыны сыйлығы берілген. Тым және тынайған жерлерді игерген үшін, еңбектегі ерлігі үшін медальдармен марапатталған. Шығармалары: Бақыт, өлеңдер, Алматы, жазушы, 1968. Ай туып келеді, балладалар мен өлеңдер, Алматы, жазушы, 1970. Қырандар төбеге қонбайды, балладалар, өлеңдер, поэмалар, Алматы, жазушы, 1974. Сенім патшалығы, балладалар, өлеңдер, поэмалар, Алматы, жалын, 1979. Махаббатты қорғау, балладалар, өлеңдер, поэмалар, Алматы, жалын, 1982. Уақыт бедерлері, балладалар, өлеңдер, поэмалар, орыс тілінде, Алматы, жазушы, 1982. Зерде кітабы, өлеңдер, балладалар, поэмалар, орыс тілінде, Алматы, жалын, 1983. Өркениеттің адасуы, Алматы, жаңа қазақтар, өлеңдер, Алматы, білім, 2001. Шымкент педагогикалық институтын бітірген, 1969. Оңтүстік Қазақстан, 1960.